Егер өмірің жақсы жаққа өзгергенін қаласаң, бақытты екеніңді ешкімге айтпа. Адам жаны жаурайды екен дірілдеп, жақындары қарамаса күлімдеп. Жиі-жиі хабар алып тұрыңдар, ей жарығым қайда қалай жүрсің деп. Айналамда жақсы жаман бәрі жүр, қарап тұрсам жаратқанға тәңір бір. Досым болсын, қасым болсын айтарым, қол ұшыңды бере алмасаң әрі жүр. Өзгелердің өмірін талқылама, өсектің апарады арты жарға. Біреудің қателігін көремін деп, мойныңа бекер күнә артып алма. Қайтесің әр адамның аңды бартын, кірлетпе ауыр сөзбен жанды жарқын. Біреуді түзеткенше өзің түзел, адам бол жақсы жолды қалтыратын. Пайдасы не біреуді жамандаудың, жақсылығын көріп пе адамдаудың. Ол мейлі жаман болсын жақсы болсын, қажеті жоқ сыртынан бағалаудың. Өміріне өзгенің араласпа, жұмыс жоқ па сынаудан саған басқа. Сен сүретін өмірді ол сүрмейді, ақыл айтып біреуге жағаласпа. Бақыттысың сенетұғын қасыңда адам барда, келешегің ұрпағың балаң барда. Бақыттысың расымен бақыттысың, ғазиз әкең жәннатың анаң барда. Бақыттысың түсінер жаныңда жарың барда, жарың барда бойыңда дарың барда. Бақыттысың сен сондай бақыттысың, денсаулығың кеудеңде жаның барда. Дүниеге құмар пенделер, дүние қуып сенделер. Тәкаппар сөзі менмендік, жоқ дейді маған теңгелер. Алланы білген мұсылман, барлығын бірдей тең көрер. Байлықты бақыт деп білме, Құранмен жаның емделер. Алладан сұра барлығын, адамдар саған не берер. Өлместің күйін кешсең де, көріңді қазар күн келер. Қар борасын мейлі тұрсын дауылдар, сілкіп бұлтты тіпті жаусын жауындар. Жаурағанда көңіліміз суықта, жылы сөзбен жылытайық бауырлар. Болғанымен неше түрлі түріміз, қанымыз бір емес пе дініміз. Көтерейік тұрғызайық орнынан, абайсызда құлап қалсақ біріміз. Уақыттар зымырап, өтетін 5 күнде, жаныма жақын деп сенбеші ешкімге. Бұл тағдыр сенікі, жаз қайта басынан, өтетін кететін сынаққа дес берме. Мақсатқа жету оңай емес, әлі талай алдыңнан кедергілер шығады. Тек не істесең де түбіне дейін жеткіз. Бір қадам артқа шегінсең, 2 қадам алдыға аттауға тырыс. Соңына дейін талмай күрес. Бұл өмір сынақ, тұрасың талай құлап, кей кезде қуанып, кей кезде аласың жылап. Бұл өмір сынақ, мәңгілік емес бірақ, бірде қыс, бірде жаз, мезгілдей ауысып тұрады. Ағайын күлкің қайда, назың қайда, жарасқан бір-біріңе әзіл қайда. Қалған көңіл шыққан жан дегендейін, шынымен енді қайтып жазылмай ма? Әр жолыңа ойланып жаса қадам, сонда биік шың болмас баса алмаған. Әрекетсіз бекерге жүре берме, бақ қонады екен деп қашан маған. Азда болса еңбек қыл ақырындап, сонда арманың тұрады жақынырақ. Таудың басын көремін деген адам, ең алдымен жүреді шақырымдап. Алдан шығар әлі де кедергі көп, оған сына берудің керегі жоқ. Қозғалыссыз бір жерде тұра берме, тілеуімді бір Құдай береді деп. Аямасаң біреуден көмегіңді, көтереді Құдайым беделіңді. Қалаған дүниеңді бермесе де, береді Алла саған керегіңді. Ойымда еш жаман ойы жоқ адам болғанымыз сонша, күліп сөйлегендердің барлығын
өзіміз сияқты көріп, сеніп қала береміз. Әйел адамның қателігін тек шын жүрегіңмен сүйетін мықты еркек қана көтере алады. Қарапайым бол, Алла тағала өз-ақ дәрежеңді көтеріп қояды. Қарапайым болыңыз, және ешқашан өзіңізді басқалардан жоғары қоймаңыз. Лауазым мен мәртебе уақытша ғана, ал адамзат мәңгілік. Қолыңдағы бар нәрсеге шүкір етсең, қолыңдағы жоқ нәрсеге жетесің. Есейген сайын достарыңның саны емес, олардың сапасы маңызды екенін түсінесің. Тәубеден аққан жас жақсы, сәждеге жатқан бас жақсы, ғаламның барлық дәмінен анаңмен ішкен ас жақсы. Нағыз әйел күйеуі оның жанында жайбарақат сезінеді, шаршап келгенде тыныштық тауып демала алады. Қадірін білмей жүргенде қабірін құшақтап жыларсың, ойланайық. Саяхаттаңыз, ақша қайтып келеді, ал уақыт қайтып келмейді. Қазақ тілі ана тілім, басқа тілде сөйлей алмағаныма ұялмаймын. Естеріңде болсын, жігіт 7 рет құлар, 8 рет тұрар. Ақшамен сынап жатса, өмірде шүкір етіңдер. Бастысы денсаулықпен, туыс бауырларыңмен сынамасын. Бір түнде күзді қысқа айналдырған Алла тағала сенің де қайғыңды бақытқа айналдыра алады. Тек сабырмен күт. Шынайы түрде жақсы жаққа өзгеремін деп әрекет етіп бастаған адамды Алла жарты жолда қалдырмайды. Алыстан іздеме бақытты, байқап тұрсаң бақыт сенің жаныңда. Кейде өз мақсатыңа жету жолында бір нәрсеңді құрбан етуге тура келеді. Иә, құрбан ет, бірақ кейін өкінбейтін бол. Өйткені бұл сенің таңдауың, сенің өмірің, сенің тағдырың. Өзің жайлы айтуға асықпа. Сен жайлы әңгіме сен кеткеннен кейін басталады. Шешім қабылдап болып ойланғанша, ойланып шешім қабылда. Өзгергің келсе батыл бол, мүмкін емес істерді жасағың келсе төзімді бол. Қай кезде батыл, қай кезде төзімді болу керектігін білгің келсе ақылды бол. Егер түйткілдің шешімі бар болса, оны уайымдаудың қажеті жоқ. Шешімі болмаса, оны уайымдау бекер.